Ал қазір шымылдық жабылсын. Кімге? Мен кеше жұптық өмір тоқтаған Әселяға келген сияқты үміткер. Саған бірден келсе қызық болатын еді. Мен енді ойлап жатырмын, енді мына жерде көрікті әдемі аппақ болып отырған ақперіштедей бір Жанелге келді ма деп ойлаймын. Сөйтіп ойлаймын, осы жерде көрікті әбәдем сұп-сұлу отқан Мұхаммед Әли деген сияқты. Не үшін айттың Жанелге деп айтшы енді Мұхаммед Әли. Ал. Бақыт тілеп айттым да енді. Үміткерге келгенін қалаймын да енді. Қатты бақыт тілегің келіп жатса, Майраға сыбырлап жүрсең болады, Майра Жанелге деп айтшы, немесе Дианаға айтшы. Жоқ енді андай. Жанаған әңгімелеріңізді жапып қайтадан өтіп жатсың. Камила ханым, оны ешті алдым Өзің қызды жылаттың. Сенің сөздеріңнен кейін кәдімгідей жылап қалды. Соған Камила ханым енді өзім кәдімгідей кінәлімін ғой мен енді. Сол үшін енді кішкене настроениесі жуып көтерейін деп шаюдың айтқаным басқа да бар. амалдары бар. Жарайды, жақсы ниетпен айтты деп есептейік. Үміткер Анараға келсе екен, Астанаға қол қосқан. Мен ойлаймын, Каринаға келді. Сонымен үміткердің таңдауы Әсел. Әселдің неге аң-таң екенін түсініп отырмын. Енді кеше ғана ұзақ уақыт жалғасқан арақатынасы тоқтай салысымен бүгін үміткер таңдап келіпті. Бәлкім күтіп жүрген біреу шығар, кім біледі. Негізі кеше мен енді шыққан кезде телефонмен дерегімді ашып қарасам, мен Инстаграмда жүргізетін қыз айтады: Әсел кірт, жазатындар тек қана ер азаматтар деп жазып жүрген ғой маған. Күтесіз ба, келсем бола ма деген аккаунттарды көрдім. Я прям бүгін келеді деп ойлаған жоқпын. Честно. Қобалжу бар, әрине түсінеміз, бірақ жинал. Жаңа таныстық басталады. Бәлкім сенің болашақ жарың шығар, кім біледі. Дайынсың ба? Ал, ендеше үміткер шақырайық, келіңіз. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз студиямызға. Алматысыздар ма? Қош көрдік. Қалайсыздар? Жақсыздар ма? Аманбыз, Аллаға шүкір. Есімім Қасым, туған жерім Орал қаласы. Оралдық жігіт Қасым, Арыстанның міне жерлесің екен келіп отырған. Қош көрдік. Бірақ енді интернет желілерінде жалпы халық хан ретінде таниды, сондықтан да. Демек әлеуметтік желіде танымалдығыңыз бар. Шүкір Алла. Сондықтан енді жігіттер хан дей берсеңіздер болады. Қыздар хан ием дей берсеңіздер болады ғой үшін. Иә. Қалай қарайсың ондай жігітке, Әсел? Хан есімінде таниды дейді жұрт. Әсел әлі қобалжып отыр. Общий дедім. Мен өмірімде ешқашан ойламаппын, Аллаға шүкір, шүкір Алла деп айтқан кезде бит қалады екен. Болмайды, дұрыс жағынан қабылдау керек. Ойнап айтып жатырмын ғой енді. Қош келдіңіз. Қасым есіміңіз, жасыңыз нешеде? 33-темін, 91-мін. Қатты қобалжыдың ғой сен? Мен просто психологически дайын емеспін ба, андай состояниеде, түсініксіз состояниеде отырмын. Сіз кешегі негізі ситуацияны көрген шығарсыз деп ойлаймын. Жалпы сіздің инстаграмыңыз енді примерно қарадым и приблизительно түсініп тұрмын. Ойындауыңыз. Қан дей сол ыңғайлы себебі кішкентай кезімізде үйретіп салған да. Жақсы. Хан негізі сіз кешегі мәселелерді көріп, негізі мүмкін ол кісінің стористерін көріп, әртүрлі ойға қандай оймен келдіңіз негізі? Сұрақтарымда дайын емес екен, мен шынын айтайыншы. Интернет желісі жаңа тағы бас танылу деген маңдайға тұр қажет емес, сөзін ашы керек. Қарапайымдылығын білінеді ғой, интернеттен қарағаныңызды былай айтады. Сосын харизмасы, яғни женский энергетикасы мықты қыз да. Мен сізді таңдап келдім. Жалпы енді ниет түзу. Ниет түзу дейді. Енді екінші пікіріңізбен келсем, әрине харизма деген жетерлік. Әселде әйелдік энергетикаға да толы қыз баласы, бірақ қарапайым дегенге сәл-пәл келіспес едім. Қарапайымсың ба сен? Жоқ, өзім мінезім барлығы адамдарға деген отношение қарапайым. Мен білмеймін, қалай жауап береді бұндай сөзге. Қарапайым дегенге қатты келе бермейді негізі. Кішкене бәлкім Әселмен қарым-қатынас құруда қиын сәттер болуы мүмкін. Бір нюанстар бар. Енді оның барлығын өзіңіз көре жатарсыз. Нақты Әсел деген кезде қарапайым деген сипаттама бере алмас едім. Бұл бойыңыз қанша? Ау? Бойыңыз? 185 ау. Күйеуде 83 болды, енді қайда как сол шама. Немен айналысасыз негізі? Мамандығым бітірген спорт саласы. Фитнесте тренер болып жұмыс жасаймын. Біраз жылдан бері руфайтингте медиалилар бар ғой, намат деген сияқты. Қазір солармен договор жасап жатырмыз. Жекпе-жекке шығасыз. Жекпе-жекке дайындық. Себебі енді бұрыннан өзім енді жалпы жігіттердің бәрінен ерегісіп қаламыз ғой. Сондықтан жаңағыдай сырт жақта көш жақта өскенше лучше рингте шешейік деген дүние болды да. Бір договор қойылды, екінші договор жасап жатырмыз. Содан кейін бойлар бастады. Одан бөлек 2008-ден бері той басқарамын. Жан-жақты екен жігіт. Қазақстан бойынша біз 6-7 қалада всегда жүреміз. Одан бөлек ән жазамын. Әндер сөз жазамын. Саған міне. Соның барлығын қалыптастырып жүрміз. Біраз әншілердің клипіне түстік, сериалдарға түсіп жатырмыз. Сосын киноларға ұсыныстар алдық, алып ертіп жақында көресіздер. Сөйтіп алып жүрміз, шүкір Аллаға. Не қалды енді, тек қана модельмін деген. Айтпай керек екен оны. Подиумға шыққан жоқ па едіңіз? Сол ғана қалған сияқты ғой. Модель болып, чисто мужской магазинмен жұмыс жасаймын. Соның барлығын алып жүрміз енді, шүкір Аллаға. Сегіз қырлы бір сырлы жігіт келіп отыр, Әсел, саған қараш. Актер, әнші, асаба, спортсмен,
бәрін атаған шығар міне. Керемет. Сіз енді отбасыңыз, ата анаңыз негізі біле ма осы жаққа мені таңдап келгеніңізді? біз өзіміз 5 ағайындымыз ғой, мен өзім 3-шімін да. Менің шешімдерім ешқашан ешкім қарсы шықпаған. Өзіміз қамтамасыз үйреніп қалғаннан кейін ешкім қарсы болмайды деп ойлаймын. Жалпы үшін мен айтқанымды түсінеді ғой ол кісілер. Анам бар енді, әкем қайтыс болды 2008. 2008 әкем қайтыс болғаннан кейін жалпы енді өмірдің барлығын көріп бастадық қой, ертерек есеп жұмыс жасап деген сияқты қой. Студент болып оқып жүріп. Әкеңіздің 91 жылғымын дедіңіз, иә, 33-тесіз. Бұл жасқа дейін үйлендіңіз бе? Жасырмаймын ше, қалай ұрысып айтамын. Бұрын үйленіп ажырасқанмын. Балдарым бар, көмектесіп тұрамын. Барлығы жақсы, енді есеп қалды ғой, себебі ерте үйленгенмін. Так, 2012-де үйлендім ғой мен. Армиядан келген кезде үйлендім. Получается 21 ма? 12-13 жылдай болып қалды дейсіз ғой. Қанша жыл бірге тұрдыңыздар? Біз көп тұрған жоқпыз. Ол кезде енді жастықпен шығар деп ойлаймын. Андай махаббат деген түсінген жас емеспіз ғой. Жыл жарым дедіңіз бе? На эмоция, 1-2 жыл ғой. 1-2 жыл. 1-2 жылда балдарым деп айттыңыз ғой өзіңіз, балаларыңыз бар сияқты ғой. Қанша бала бар? Екеу? Оны жеке өзін айтып берейін, иә, Әселге. Жарайды. Қанша деп сұрап тұрған мен ойымша ештеңе жоқ сияқты. 3 болсын, 4 болсын, ол наоборот вау деген нәрсе ғой. Балаларыңыздан ұялып или количестводан ұялып қажеті жоқ сияқты бұл жерде. Маған да қызық болып жатыр қазіргі уақытта. Неше балаңыз бар? 2-3 балам бар. 3 дейікші. 2-3 деген қалай ол? Мысық құсап айтты ғой. Түсінбей қалдым, мен естімей қалдым. 3 деп жатырмын ғой. 3 дейді. 3 балаңыз керемет. Енді кейбір адамдар мынанша балам бар деп айтпайды, яғни Аллаға шүкір деп жаба салады. Иә, мысалы, менің өзімнің анам мысалға немересінің жаңағы қасына келіп, жас нешеде деген кезде шүкір деп бұрып жібереді, ол әңгімені айтқысы келмейді. Санын айту ол бір табулардың бірі ғой, сондықтан айтқысы келмей жатқан шығар. Мен сәл жиналып алсам бола ма қатысушыларға? Иә, әрине. Қасым, қош келдіңіз. Жоқ, Қасым деп айтқым келді. Сіздің есіміңіз Қасым емес па? Азан шақырып қойған. Просто үйлене алмағанмын да, непривычно. Көптен айтылмағаннан кейін айта беріңізші ал. Енді Әселде бізде өткен ара қатынасында өзіңіз де біліп тұрған шығарсыз. Бір Әселдің кеше соңғы жаңа минуттарында айтып үлгерген сөзі болды ғой. Типа мен счетты төлегем, мен бүйткем, сөйткем. Бұл жерде айтылып тұрған мәселе жігіт қызды пайдаланып тұр деген мәселе да. Сіздің өміріңізде осындай нәрселер болды ма? Жалпы қыздың счетына өмір сүру, қыздан ақша сұрау деген сәттер болды ма? Қыздан ақша сұрау деген менде болмаған. Неге десеңші? Неге болмаған деді ғой, иә. Өзімізді қамтамасыз еткеннен ондай бір жаққан счет төлеу керек, или там папалам қазір заманда болып кетті ғой, елу төлеу керек деген менде ондай жоқ. Өте керемет. Сол Әселдің сол жағынан кішкене көңілін қалдырып алмасаңыз. Жақсы болды. Осы соңғы сұрақ болсын, иә. Яғни кеткен адамның артынан әңгіме ертпей ақ қояйық. Да, ары қарай анау болған еді, мынау болған еді демей ақ қояйықшы. Үйленіп ажырасқанмын, 1,5-2 жыл ғана тұрғанмын деп. Сол уақытта 3 бала туу енді мүмкін емес қой. Внебрачный брак болды ма? Жоқ, біз ЗАГСта болдық. Просто санмен келіспей тұр да, Жоқ, жылпы. біз ажырасып қайтып болсын, сөйтіп қайтып ажырасып кеттік қой, сол ғой. Иә, қош келдіңіз, Рахмет. Қасым. Мен де сізге сұрақ қоя кетейінші. Сізде бұл жерге бір өз выгодаңызды ойлап келген жоқсыз ба? Өзіңіз медиа саласының адамы екенсіз, жалпы бір хайптың артынан қуып келгенге ұқсайсыз ба? Кішкене бота. Хайп дегенде осыдан бір 10 жыл бұрын жасап тастаған адам негізі. Сондықтан маған хайп деген вообще керек емес, сөзін ашық айтайын. Хайп деген периодта мен бұрында өтіп кеткенмін. Маған қазір данный момент енді любой адам ажырасады, любой адам партиясы, ешкім үйленгенде ажырасады деп ойламайды, сөзін ашық негізі. Қазіргі таңда маған енді барлығы Аллаға шүкір жүріп жатыр ғой, Аллаға шүкір айта бердік қой. Әдемі айттың братан. Иә, жүріп жатыр ғой. Сондықтан да маған қазіргі таңда данный момент дұрыс бір жар болатын адам керек. Енді шынайы елдің ниетің көрініп тұр, шынайы екенін. Сенің көзқарастарың жалпы қыз баласының ашық киінгеніне, съемкаларға барғанына, төңірегінде ұлдар жүргеніне сенің жалпы көзқарасың, отбасының көзқарасы. Кішкене бір ұқсастық бар сияқты да, типаждарыңызда, білмеймін бір. Жоқ әлде беттеріңіздегі жаңағы ямочкаларыңызға қарап айтып жатырмын ба? Күшті, стиліңіз күшті екен, әдемі. Бежевый цвет күшті жасады екен сізге, әдемі. Ностальгия болып жатыр ма, білмеймін. Неге ностальгия? Нет, мен дәл. Жоқ, қалай айтсам болады? Дежавю? Дежавю болып. Бәсе, ностальгия басқа дүние. Кешегі жағдайдан кейін шынымды айтсам, мен өз-өзімді жинай алмай отырмын. Дұрыс түсінетін болатын шығарсыз, иә? Өте келбетті ер азамат екенсіз. Мені таңдап келіп отырғаныңызға рахмет. Сізге мынандай сұрағым бар да. Маған қатты бүйтіп давка жасамай, алыстан танысып көруге, маған ойланып көруге негізі уақыт бере аласыз ба?